Сәлем достар, бүгін біз ет салмасы менен баялды дайындаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін бізге баялды, қызанақ, болгар бұрышы қажет болады. Баялдыны жуып, екіге бөлеміз. Баялдының ішін кесіп шығамыз. Видеода көрсетілгендей. Тұз себеміз. Және кішкене сұйық май құйып шығамыз. Духовкаға 180 градуста 20 минутқа баялдыны қоямыз. Баялдыны қарап тұру керек. Егер іші жұмсарған болса, ортасы демек піскені. Салмамызды дайындаймыз. 500 грамм тартылған етке 2 жуа қосамыз. Блендерде ұсақталған. Қара бұрыш қосамыз. Татымына қарай тұз қосамыз. Етке арналған дәмдеуіш қосамыз. Араластырамыз. Табамызға 2-3 ас қасық сұйық май құямыз. Етімізді қуырамыз. 2 қызанақты блендерде немесе ет тартқышта ұнтақтап аламыз, өткізіп қызанақ соусы болады. Енді қуырылып жатқан етімізге осы соустың жартысын қосамыз. Және 1 ас қасық томат пастасын қосып араластырамыз. Егер болса, ас көк қосамыз. Енді піскен баялдымыздың ортасын басып шығамыз. Видеода көрсетілгендей ортасын шұңқырлау ету керек. Дайын қуырып қойған етімізді саламыз. Үстіне болгар бұрышын қойып шығамыз. Картопты да осылай ішін ойып, салмаменен толтырып пісіруге болады. Қызанақ қоямыз, видеода көрсетілгендей. Енді томат соусымызды құйып шығамыз. 180 градуста 30-40 минут пісіреміз. Арасында картоптың піскенін бақылап тұру керек. Картопымыз піссе, тамағымыз дайын. Біздің дәмді тағамымыз дайын. Өте дәмді, міндетті түрде дайындап көріңіздер, кеңес беремін. Ас болсын. Менің видеом ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Қоңыраушаны басып кетеміз. Назарларыңызға рахмет.